Қайырлы күн, құрметті тыңдаушы. Бүгін біз спорт туралы сөйлесеміз, және де нәтижелерге қол жеткізе отырып, процестен рахаттану мен қызығушылықтың қалай сақтай аламыз. Әр адам спортқа өз жолымен келеді. Кейде ата-анасы спортпен айналысуын қалайды, ал кейде өзіміздің келгіміз келеді. Спортты өмірде біреу бала кезінде, ал біреу өскен кезде бастайды. Дегенмен, сен осы подкастты тыңдасаң, сенің спорт әлеміне байланысың бар деген сөз. Айта кетейік, спорттық әлем кейде сұрапыл және қатал болады. Нәтижелер, жеңістер, табыстар керек. Ата-анаң бапкерлерін сенен оны күтеді. Және сенде жеңіс туралы армандап жүрсің деп ойлаймын. Саған жан-жақты жасалған қысымды сезе отырып, қуанышты, сенімділікті және шығармашылықтың еркіндігін қалай сақтай аласың? Осы туралы әңгімелесейік. Біздің бірінші әңгімеміз сенімділік туралы болмақ. Сол тақырып спортта ең жиі айтылатын мәселе. Ал біздің өмірімізде бізге сенімділік керек емес пе? Әрине керек. Әйтпесе, біз тым оңай нәрселерді жасай алмаймыз. Бір күні қырық-аяқтан қандай аяқпен жүре бастайсың деп сұрады. Ол ойланып, сосын бір орыннан жүре алмай қатып қалған. Сенімсіздік қайдан келеді? Бірінші себеп біздің көңіліміз. Бұл қалай болар екен? Деп өз-өзімізден сұрасақ, көңілге жол береміз. Әрі қарай көңілді ойдың жалғасын өзің құрастыра бересің. Қатты жерде жүретін адамды ойла. Әр көңіл жерде жұмсақ қалады. Сосын ол жер тұрақсыз болады. Ақырында қатты жер бір адым жүрелмейтін батпаққа айналады. Көмен бір-біріне жылдам қосылып, біздің санамызды оңай толтырады. Егер біз оларға жол берсек, көбірек күмәнданамыз, тезірек сенімділік төмендейді. Аяғында біздің әрекеттеріміз өте қиын екенін байқаймыз. Бұл жаңға батады. Бір қызығы, біздің миымыз өте жақсы үйренетін оқушы ғой. Әсіресе ол сенімсіздік және күмәндану деген пәнді жылдам үйрене алады. Оны жақсырақ үйретсек, ол жақсырақ оқиды. Сонымен, біз өзімізге жаңа әдет қалыптастырамыз. Сенімсіздік және өз әрекетімізге күмәндану. Соңында, біз өзіміздің шешімімізге сенбей қаламыз. Әйтсе де, біз миымызды басқа пәнге үйрете аламыз. Мысалы, өзіне қалай сенімде бола аламыз? Бұл жақсы жаңалық қой. Жиірек бір әрекетті қайталап жасасақ, келесі жолы оны оңайырақ жасаймыз. Бұл ең керемет артықшылық. Сондықтан, біз алғашқы сенімділікті сезінсек, сосын әр жолы бұл жақсырақ және оңайырақ болады. Өзіне сенімді адам, ол қандай адам? Оның бейнесін көз алдына елестетіп көрші. Мүмкін, тіпті ол туралы видео көре алатын шығарсың. Сен өзің өмірде сондай сенімді адамды көрдің деп сенемін. Сол үшін ең жарайтын адам елестет. Ал қазір ол өзін қалай ұстайтынына назар аударшы. Ол қалай қозғалып тұр? Оның жүрісі, келбеті, ымы, әдетте сенімсіз адаммен салыстырғанда өзгеше болады. Неге ол сен үшін сенімді адам? Егжей-тегжейіне жетіп көрші. Ал сосын оның орнына солай жүрген өзіңді елестетші. Өзің төсегіне назар аударшы. Не өзгеріп жатыр? Біздің дініміздің ымы, келбеті, әрекеттері, қозғалысы бізге сенімділікті сақтауға көмектеседі.
әр адамның жеке ерекшелігі бар. Мысалы, біреудің арқасының тик болуы оған сенімділік береді екен. Сенімді адамның қозғалыстарын тап. Содан соң оларды өзің жасап көр. Бірте-бірте практикамен нәтиже жақсаратын болады. Миың саған көмектеседі. Сенімділікті қалай сақтауды жаңа жүре бастаған баланы мысалға келтіре отырып ашық түсіндіруге болады. Алғаш жүре бастағанда бала үнемі құлай береді. Дегенмен ол жалғастыра береді. Әрине жалғастырады. Сен 3-4 құлаудан кейін бас тартқан баланы көрдің бе? Мен жүре алмаймын. Сондықтан тек қана жататын боламын. Бұл менің тағдырым ғой деген. Әрине жоқ. Ол бірте-бірте қадам жасап көреді. Ал бір кезде ол жүре бастайды. Сосын жаңа әрекет қолынан келеді. Әр қадаммен сенімділік өседі. Өсіп жатқанда бала сол процеске назар аудармайды. Ол үшін бұл процесс кәдімгідей өмірдің бөлігіне айналады. Басқа жағдайда да дәл солай болады. Біз көбірек тәжірибе алсақ, біздің сенімділігіміз артады. Біз өз ісімізге мұқият болсақ, қорытынды жасай аламыз. Ал сосын әр келесі жылы жақсырақ болады. Яғни бір күні қайткенде табысты нәтиже болады. Тек қана жалғастыр. Спортпен айналысқанда бір нәрсе жасай алмасан, осы элементке назар аудару керек. Дұрыс тапсырма анықтасаң, келесі деңгейге оңай көтеріле аласың. Эмоцияларды басқару үшін тағы да жаттығу қажет. Кейбіреулер эмоциялармен ештеңе жасай алмайсың деп ойлады. Эмоциялар өздігінен пайда болады дейді. Бірақ көңіл күйің үнемі өзгереді. Эмоциялар қонақтар сияқты. Келсе, жаңалық ала келеді. Эмоциялар құбылмалы. Бірде бие, бірде түйе. Қонақпен сөйлесу керек. Оның не айтайын деп келгенін білу қажет. Содан кейін ғана оны кіргізбеу туралы шешім қабылдайсың. Егер қонаққа жақсы көңіл бөлсең, ол риза болып, бәрін айтып кетіп қалады. Эмоциялар туралы мен келесі бөлікте айтайын. Ал қазір сен эмоцияларды басқара алатын адам екеніңді айтқым келеді. Бұл түсіну қажет ең маңызды нәрсе. Сен жүруді үйренгендей, сол дағдыны меңгере аласың. Өзіне деген жақсы қарым-қатынасың сенің табысты тәжірибең. Оған сүйенсең, мен жасай аламын дегенде сенімді айта аласың. Бұл сөздерді айтатын адам өзін сенімді сезінеді. Біріншіден, сен жасаған немесе жасап көрген соң, мен жасай аламын деп айтасың. Ал екіншіден, тіпті ешқашан жасамасан да, жасай аламын дейсің. Ал енді біздің ойларымыз туралы айтайын деп едім. Оларда сенімділікке әсер етеді. Өзіміз туралы ойлағанымыз біздің жоспарымызға айналады. Кейін оны іске асырамыз. Жасай алмаймын дейтін спортшы өзіне үлкен әрі өте алмайтын кедергі жасап жатыр. Миымыз бұл бұйрықты естиді. Денені босаңсытады. Бұл қалыпты жағдай. Ал кейін не болады? Жасай алмаған спортшы өзінің сөзінің дұрыс болғанына басқаларды сендіреді. Айттым ғой деді. Сонымен ол жаңа жаман әдет. Яғни өзіне сенімсіздікті қалыптастырады. Бұл дұрыс емес. Біздің санамыз ұқсас эмоцияларды бір жерге жинайды. Ортақ көңіл күйлерден құралған суреттер жиналған фотоальбом сияқты. Бұл альбом аса үлкен болғанда,
болашағын негативті өткен шағына ұқсайтын болады. Сондықтан, мұндай кетіне байқағанда дереу бұл нашар ойларды өзгерді. Бұл кезде бапкердің позитивті сөздерді көмектесе алады. Бірақ одан басқа өзіне айтатын сөздерді де байқауын керек. Сенің өзіне деген қарым-қатынасың мейірімді ме? Сен өзіңді ауыр сәтте қолдай аласың ба? Ал өзіңді табыстарың үшін мақтайсың ба? Иә, деп үміттенемін. Жоқ болса, Құдайға шүкір, сен өрене аласың. Қалауын болсаң, көп мүмкіндіктерді ашылады. Ең соңында мен саған бір ертегіні айтайын деп едім. Бір қыранның балапаны тауықтың балапандарының арасында өсті. Неге мен осы бір түрлі жерде тұрамын деп сұрады. Ол өзін басқалардың ала бөтен сезінді. Олар маған ұқсамайды ғой деді. Ал мен олардан ерекшеленіп жүрмін деп таңғалды. Уақыт өтіп, олар өсті. Қанаттары бар болса да, тауықтың балапандары ұша алмайды. Олар тек қана жерде жүгіретін. Қыранның балапаны үнемі ұшқысы келеді. Бірақ қомданады. Қолымнан келмейтін шығар деді. Олар ұшпайды ғой. Мен де ұшпайтын шығармын деп ойлады. Сондықтан ол ұшуға тырыспады. Уақыт өтіп, қыранның балапаны үлкен болды. Қанаттары ауыр болғандықтан, ол олармен жерде сыпырып жүреді. Бір күні ол орманда қыдырып жүргенде адасып кетті. Ал одан шыққанда, биік жартастың шегінде тұр екен. Өкінішке қарай мен ұша алмаймын деп ойлады. Бірақ кенеттен артынан тысырды естиді. Бұрылғанда ол жақындаған қасқырды көрді. Балапаным, ұшуды үйренбедің бе? Деп сұрады қаһарлы қасқыр. Жасай алсаң да, жасай алмасаң да, сенікі дұрыс. Деді тісі сақылдаған қасқыр жақындап келіп. Жағдайдың қиындығын түсінген қыран жігіт жартастың шетіне жақындай бастады. Оның шешім қабылдауы керек. Не істеуі керек? Бәйгеге басын тіге ме, әлде жан бере ме? Уақыт аз қалды. Аянатын ештеңе жоқ. Ол секіріп, қанаттарын кең жайып, ауаны кесіп өтіп, аспанға самғап ұшты. Сол кезде ол бір нәрсені іштей түсінді. Ал нені түсінгенін айтпады. Тек қана көк аспанның биігінде оны байқауға болады. Ал жартас пен қасқыр кешірейіп, ал сосын мүлдем көрінбей қалды.